біздің Айгүл екеуміздің сіздерге арналған бір жаңалығымыз болыпты. Жаңалықтан бұрын ол бірінші өзара шешім. Одан бұрын енді көбісі ойлап қалды ғой, алдындағы бір видеодан кейін шынымен де үйленуге ұсыныс тасталды ма, не болды деген сұрақтар көп болды. Енді ол кезде үйленуге ұсыныс емес, жұп болуға ұсыныс тасталған болған. Мен сол моментте өте қатты күтіп жүрдім. Енді екеуміз былайша айтқанда екінші рет жүріп көрейік деген сияқты мен айтқан болатын. Сосын деді да, бірақ сол кезде кольцоны кимей жүрді почему-то. Бірақ деген сияқты. Сосын мен ойланып жүрдім, неге ондай болады екен деп. Осы байльде тұрғанның өзінде де екеуміз екі жақта тұрып, андай бір-бірімізге кішкене бір қылып сөйтіп жүрдік. Соны ойладық енді. Ол кезде жұртқа сөз салды. Сақинаны тақпаған себебінде бір ойладым, может, әлі сөйлесіп көру керек шығар деген ой болды да. Мен де ол кезде ештеңе айта алмадым деген сияқты ғой. Енді соны қазір сөйлесе келе, жалпы жүре келе, Балиде біз басқаша бір-бірімізді таныдық. Лучше дос болып қалғанымыз дұрыс деп қабылдадық. Шешім. Сонда енді, бірақ мен ойлаймын, енді мен Айгүлдің алдында өзімнің бір миссиям болған деп ойлаймын. Ол миссиямды толықтай атқардым деп ойлаймын. Айгүл көтеріледі дедім, Айгүл көтерілді. Мен айтқаным болды. Бір-біріміздің қасымызда жүріп, мен ойлаймын, біраз нәрсе түсінген де, көрген де сияқтымыз. Енді адамдар бір-бірінің өміріне бірдеңе үйрету үшін сабақ болу үшін келеді ғой. Енді күшті сабақ болды десем де. Қатты күшті сабақ болды десем. Шешімдеріміз біз үшін бір үлкен бір результат және өмірімізге бір үлкен өзгерістер алып келетін дүние. Сол үшін бос уақыттарыңызды өздеріңізге бір дұрыс жағынан қолданыңыздар, бос уақыттарыңызды дегім келеді. Өйткені ақшадан қымбат ол уақытта және денсаулық. Соны әдемі қолданып, әдемі өмірлеріңізді өтіңіздер. Мен постоянно айтатын сол ең қымбат уақыт. Мысалға, бұл жастық шағымыз біздің мәңгі бақи емес, какой-то бір определенный бір кішкене ғана уақыт. Сол уақытта әдемі өмір сүріп кету керек. Жастық шақ деген менің ойымша бір 25-тен кейін, 25-ке дейін сол оқып, біліп, анау-мынау деген шаруаларыңызды бітіресіздер. Одан кейін ары қарай сіздің өзіңізге бөлген өміріңіз басталу керек. Сол периодты өткізіп алмаңыздаршы дегім келеді. Көп қазақ бауырларыма, қарындастарыма, жалпы өзімнің осы жерлестеріме. Риск ол түбі ризық дейді. Сондықтан рисковать етуден қорықпаңыздар. Бір рет болмай қалуы мүмкін, екі рет болмай қалуы мүмкін, но өмір болған соң бұл жерде бір дөп басып ешкім айта алмайды. Сіз осыдан сен осы бизнеспен күшті болып кетесің деген сияқты айналысып көру керек. Ең мынандай мотивация беретін маған істемей өкінгенше, істеп өкінген жақсы деген нәрсе бар. Істеп өкінгенде емес мәселе сіз істеп көріп, ертең біреуге де айта аласыз, бұл нәрсе болады, болмайды деген сияқты. Немесе өзіңіз үшін де ол бір шешімі болады. Мына нәрсемен қоя салу керек, одан да басқа нәрсемен деген сияқты. Ертең мынандай ой майзаламайды да сіздер сонда. Осы нәрсені істеу керек еді сол кезде, әйтпесе осылай жүрмейтін едім, байып кететін едім сол кезде айналысқан кезімде деген сияқты ойыңызда болмайды. Сол үшін мен немен айналыстым? Ол
өзіміздің жақын бауырларыма да белгілі, мен кез келген нәрсемен айналыстым. Услугаларында көп нәрсесімен қол жасадым. Жалпы көп нәрсемен айналыстым өмірімде. Осы жасыма дейін. Әлде болашақта айналысатын нәрсем көп. Жалпы күзден бастап үй соғып, үй сатумен айналысамын деп жатырмын. Планда уже бастаған іс-әрекеттеріміз бар демекші. Тағы да одан да басқа нәрселер бар. Сол үшін стористерімді қарап отырсаңыздар, жалпы бөлісіп отыратын боламын. Сол жалпы жеңіл өмір сүріңіздер. Өмір деген уақытша, сол уақытты бауырларым дұрыс қолданып, дұрыс өмір сүріп кетіңіздер. Бәрі уақытша. Ешкімге ерексіп, төбелесіп, жалынып, жалбарынып, быч болып өмір сүрдің қажет жоқ. Тек өздеріңіздің уақыттарыңызды бағалаңыздаршы дегім келеді. Сол жақсы. Аяуға звондап жатырмын. Жана көтерген кезінде үйде емеспін, подругам үйіндемін деп, енді адресін айт, қазір барамын десем, телефонды өшіре салып жатыр. Аяу қайда, не істеп жүр, білмеймін. Көп нәрсені жасырады. Бірінші рет звондап жатырмын. Мені датаға блоктап тастаған. Гудок бармайды. Қайда, не істеп жүр. WhatsApp-тан блоктап тастаған, бұлай көтермейді. Инстадан звондап жатырмын. Видео болса, видео. Қайда жүрсің? Сен не қыламын сен? Жоқ, қай жерде жүрсің деймін. Сайна жақта. Жоқ, қай жерде жүрсің деймін сен. Сайна Момышева. Сен жайма телефонды өшіре саласың бағана? На жақта сет ұстамайды. Мазган қыртпашы, сен қазір, хорошо, қазір барам, и мынандай телефоннан көрейік. Егер де сен өзі өшіп қойған болса, ол өзі көрсетіп тұрады. Егер сен өшірсең, Жарайды. маған адресін жібер. Қарасай, өшіре салады. Қазір өшірмеймін мен, сен эфирде өтірік айтасың өйткені. Эфирде 200-сің сен, өмірде де 200 екенсің сен. Хорошо, сен маған магазинді көрсетші, хотя бы саған бір кішкентай. Қандай? Блогерлер бар ол жақта. Не үшін көрсетпейсің оны, жарайды ал. Не үшін көрсетпейсің? Не үшін көрсетпейсің, айтсашы? Аяу, сен прекрасно біліп тұрсың ғой, осыдан кейін қалай болады? Телефон. Не үшін өшірем? Сен үрлеш кәні? Үрлеш? Өтірік көп айтасың. Сол нәрсе, сен мен сен өзімді апарылатын едім. Егер де өтірік айтасың. Екеуінде мына жерден кәз страшно арақтың спиртіне шықты. Мен сенен деп айта алмаймын, ше, бірақ сенен шығып тұр, ше. Мен жындығы отырсың ба? Мен бүкіл стористі салып отырмын, ше, салам, потому что білсін. Хорошо? Адекватно сөйлесуге болады дейсің. Хорошо, мен саған камерадан не үшін қорқасың, егер де сенікі бәрі дұрыс болса? Не үшін қорқасың? Мен камераны не үшін түсіремін, мысалы, саған түсіндіре салайыншы. Бұл кісі өйткені көп өтірік айтады. Өтірік айтқаннан кейін маған неудобно. Мені түсірмейтін шығарсыз. Мен сені былай түсіріп тұрмын, ше, былай. Сен түсіріп тұрған жоқ. Мені көріп тұрсың ғой, Хорошо. Вообще жалпы түсіндіріп отырмын да, не үшін видео тұратын. Ертең бұл кісі тұрады да, ол келді да мені ұрды, или бір нәрсе дей салуы мүмкін да, бұл кісіден шығады. Жоқ, шын мен эфирде өтірік сөйлейді да, сол үшін мен түсіремін. Не үшін түсіріп жатсың деп жатыр ғой? Сенің өтірігің үшін келіп отырмын, былай айтқан кезде. Өтірігің ясно вот, что если өтірік емес екен дәлелдесекші қазір. Хорошо, дәлелде, при чем тут енді бұл? Мен лично өзім сізге жіберем видео. Жоқ, маған қазір көрсетсе оны. Сіз қазір барып көрсетем, поэтому ол жерде адамдар бар. Үміткер болып келдің? Жігітім емессіз ғой? Хорошо, жігітім болмай ақ қой, но сен маған үміткер болып келіп отырсың ғой?
Онда не үшін келесің сен маған? Жоқ, не үшін келесің сен маған онда? Сен егер өйстіп қаңғырып жүретін болсаң, не үшін келесің? Менің позорым шашып. Не үшін келесің онда? Сенің позорың ол сен істеп жатқан нәрсе, түсініп жатсың ба? Позор. Енді жаңа сторис салып жатыр ғой, менің позорым шығарғысы келді ма деп, енді типа жаңағы жерді көрсетіп деген сияқты. Хорошо, магазин түнде ашылу бола ма деген сұрақта менде мақұл болып қалды екен түнде ашылу магазиннің. Күшті. Енді неге ол жерді жасырады? Және де неге ол мен звондаған кезде көтермейді? Біреудің дауыс, ұлдардың дауысы естіліп қалған кезде өшіре салады. Және де көрсетпейді, тығылып. Ең соңында бәрі біткен кезде мен қылдап звондай бергеннен кейін, стористер сала бастағаннан кейін, ол далаға шығып адресін береді. Сол адресті бергеннен кейін сол жерге бардым. Мен уайымдап бардым, шыны керек. Мен өзім болашағым көрген адамды, мен шынымен де болашақты көрдім ол адамнан. Негізінде қанша адам жаман пікір айтса да, мен сол кісінің сөзін сөйлеп, дұрыс жағына қарай алып жүрдім. Енді мен андай болып қалдым да просто. Өзімнің болашағымды көрген адаммен бір сенбей қызғанып барғаным сол. Шынымен де бір майшамен қарайтын нәрсе бар негізінде. Мақұл ашылуына барсын, о түнделеп не істеп жүр, маған ескертпей деген сияқты. Мынандай да, біз всегда ер адамдар осындай жағдайға түсіп қаламыз ғой. Соңы кім кінәлі, ер адам кінәлі деген сияқты. Нан айтып жатыр ғой, немене позорым шашып жатсыз деген сияқты. Негізі қыз баланың жүріс тұрысы, ол ер адамның абыройы. Сол үшін ол менің жанымда жүргенде, менімен таныстықта жүрген кезде, оның дұрыс жүріп тұрғаны мен үшін қатты маңызды. Прям қатты маңызды. Сол үшін мен бардым, сол үшін мен уайымдадым.